Сәлеметсізбе? Мен Саматова Алия, АПЕК Петротехник жоғарғы колледжінің студенті. Сарайшық музей қорығының ұйымдастыруымен Сарайшықта айшықтаған өлеңдер жобасы аясында Атырау облысының белгілі ақыны Дәулетбаева Алияның «Ай астында бір көл бар» өлеңін арнаймын. Күнәмдай қанша жусам тазармаған, құбылған құмырандай көз алдаған. Санамда бір сағыныш өлген кезде Сарайшық дастаным ең жазалмаған. Сарайшық дастанымен шері басым, балаған басқалаға сері қасым. Басынан жеті ханның өткен дәурен, бізді де сатар бір күн не қыласын. Білмеймін жазбасымды жазарымды, ақынға арттың неге азабымды. Жайықтың жағасына жылап келдім, бәйтқып баян әкем базарыңды. Жайық үнсіз не десін, киелі ғой, тылсымын толқынына түйеді ғой. Түбінде шөгіп кеткен сансыз қанға, менің Бекзат бабамның сүйені ғой. Сарайшық жақыт бейне жүзік арман, сен менің дастаныммен үзіп алған. Он еткен қасиетті мынау белес, тарғынның тарланының ізі қалған. Әлемді айдай көркі ғашық еткен, жолында саналықтың басы кеткен. Он еткен қасиетті мынау төбе, едіге етігімен басып өткен. Сарайшық жербетілік үрдің бағы, өзімен бірге кеткен сырдың бәрі. Он еткен бақыт деді тірісінде, толқын жұтқан қаланың тұрғындары. Бәрі жұмбақ, сен мейлі, сенбе мейлі, оларды енді еш нәрсе емдемейді. Айтар еді қаншама ақиқатты, өкінішті өлгендер.